Журналист, тележүргізуші Бейсен Құранбектің естелігінен 3 нәрсені түсіндім. Білу бөлек, түсіну басқа. Жыл басынан бергі ішкі арпалысқа толы күндерімде, ұйқысыз түндерімде 3 нәрсені тереңірек түсіндім. Бірінші, ұстазым айтатын, бұл өмірде ақшадан да, биліктен де құдіретті дүние бар. Ол ниетің, тілегің, батаның күші деген сөздің рас екенін ұқтым. Екінші, халқымыздың басты байлық денсаулық деп бір ауыз сөзбен айта салған даналығына бас идім. Ұйқы тыныш, тәбетің жақсы болып, ертеңгісін еш жерің ауырмай оянудың өзі жарты бақыт екенін ұқтым. Үшіншіден, бабаларымыз қалдырған байлық, қолға ұстаған мұз, бақыт басқа қонған құс, бала артта қалған із. Бұл өмірдің қызығы сіз бен біз деген сөзінің тұтас өмірлік философия екенін, өмірдің мәні де, сәні де сыйластықта екенін әр клеткаммен сезіндім. Сондықтан баршаңызға мың қайтара алғыс айта отырып, бір-біріміздің тілеуімізді тілеп, денсаулықтың қадірін біліп, бір-бірімізді шын көңілмен құрметтей білейікші дегім келеді дейді.